Аузубиллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса құрметті мұсылман бауырлар. Жалпы қазақта мындай бір сөз бар. Әр нәрсенің сұрауы бар дейді. Яғни судың да сұрауы бар, ішкен асымыздың да сұрауы бар, киген киіміміздің, жалпы барлық нығмет үшін ертең Алланың алдында сұраламыз. Сол нығметтердің ішіндегі ең сұрағы ауыры ол уақыт нығметіне қатысты. Пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Адамның қадір қасиетін жете бермейтін екі нығмет бар дейді. Соның бірі денсаулық және уақыт дейді. Енді уақыттың алдындағы өзіміздің міндетіміз қалай? Жалпы уақыттың ақысын қалай қайтарамыз? Ең бірінші адам өзіне есеп беру керек. Яғни мен қайдан келдім, қайда барам, жалпы осы жүріс-тұрысым, осы бағытым дұрыс па деген секілді. Атақты сахаба Омардың мындай бір сөзі бар. Хасибу анфусакум қабла ан тухасабу дейді. Өздеріңе қияметте есеп бермей тұрып, өздеріңе есеп беріңдер дейді. Яғни адам өзінің жүріс-тұрысын қарау керек, жан-жақты қарау керек. Яғни өзінің жалпы осы бір жыл көлемінде не нәрсе үйренді, қандай жақсылық жасады, жалпы ол адами тұрғыда алға жылжып жатыр ма, жалпы оның білімі артып жатыр ма деген секілді. Екінші нәрсе, құрметті бауырлар, бұл адамның өзінің алдына бір мақсат қоюы. Яғни уақыттың алдындағы міндетіміз. Мақсат қою дегеніміз жалпы адамның өмірлік бір мақсаты болуы, яғни күнделікті бір күйбең тіршілік емес. Егер бұл адамның бұл өмірде бір өмір сүріп жатқан бір белгісіз жағдай болатын болса, ол адамның әлсіздігі. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы мынау неге байланысты мақсат қойған кезде мақсатты жоғарыдан қойыңдар деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Тіпті мынау жәннат жайында дұға жасаған кезде жәннаттың төріндегі фирдаус жәннатіне сұрап дұға жасаңдар дейді. Яғни мақсатты жоғары қоя білу. Жалпы мақсат қоюдың өзі жалпы мынау азат адамның бір несі да, азат адамның іс-әрекеті негізінде. 19 ғасырда өмір сүрген американдық бір философ ғалым бар, Джон Дью деген. Сол кісінің мындай бір сөзі бар. Тек қана азат адамдар ғана алдына мақсат қоя алады дейді. Ал мынау құлдық сана сезімдегі адамдардың мақсаты болмайды дейді. Яғни бір сөзім айтқан кезде адамның, яғни ондай адамдардың жұмысының алға жылжуы, адами тұрғыда бір дамуы, білімінің арттыруы қызықтырмайды дейді. Яғни оның күн өтсе болды. Күн өтіп, күннің соңында соған қатысты кішігірім тиын тебен алса болды дейді, негізі мақсаты. Қарап отырса, қазіргі кезде қоғамда көп адамдардың жүріс-тұрысы осыған ұқсайды. Яғни адам әйтеуір уақыт өткісі болды, айдың соңында жалақы алсам болды деген секілді. Басқа жоғары мақсаттар жоқ. Яғни адамның бірінші кезекте мақсаты өмірлік бір мақсаты болу керек. Одан кейін нәрсе мынау уақыттың бір алдындағы міндетіміз, уақытқа қатысты қасымыздағы жолдастарымыз, уақытына ысырап жасамайтын жолдастар болу керек. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Я аyyuhalladhina amanu taqulloha wa kunu ma'as-sadiqin" дейді. Яғни Алладан қорқыңдар дейді, және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар: адамның діні дейді қасындағы жолдасының дініне байланысты дейді. Яғни досы қандай болса, адам сондай дейді. Яғни шама келгенше жаңағыда бос әңгімеге, өсекке, қажет емес бір отырыстарға шақыратын достардан аулақ болу керек. Егер уақытты шынайы түрде біз қадірлейтін болсақ. Одан кейін нәрсе мынау уақыттың алдындағы бір міндетіміз, әр уақыттың, әр кезеңнің өзінің бір амалы бар. Жастық шақтың амалы бар. Сол секілді адамның 30-ға 40-қа орта жасқа келген кездегі бір амалы бар. Яғни жастық шақтағы амал адамның ілім алуы. Арабтарда мындай бір мақал бар: жастық шақта алған ілім дейді, тасқа қашалған таңба секілді дейді, өшпейді дейді. Сол секілді сол алған іліміңізді тәжірибе ретінде асыратын кезең бар, орта кезең бар. Одан кейін сол өмірдегі алған іліміңізді, өмірде көрген қиыншылықтарыңызды, тәжірибеңізді адамдармен бөлісіп, ақыл кеңес айтатын қартайған шақтағы кезеңдеріңіз бар. Яғни сіз алдындағы екі кезеңді абыроймен өткізбесеңіз, қартайған кезіңізде сіз адамдарға бір насихат айта алмайсыз. Мұндай бір сөз бар қазақта: жақсы адам көрген білген айтады дейді, жаман адам ішкен жегенін айтады дейді. Яғни бір сөзім айтқан кезде, егер қазіргі адамдардың көбінің айтатын әңгімесі сол ішкен жегендегі әңгімесі. Енді бір нәрсе, уақыттың алдындағы бір міндетіміз, бір күніміз бір күнге ұқсамау керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар: егер мұсылманның бір күні бір күнге ұқсайтын болса, ол құрдымда дейді. Яғни мұсылман адам әрдайым прогрессте болу керек. Яғни бүгінгі күні ертең күні жақсы болу керек. Бүгінгі күннен қарағанда ертең білімдірек болу керек. Яғни бір күнде болсын бір жақсы амалды жасау керек. Кімнің Хасан Басридің бір сөзі бар: сенің күнің дейді, сенің бір қонағың секілді дейді. Қонағыңды қалай қарсы аласың, саған мадақ айтқан күйде шығарып салады дейді. Егер дұрыс қарсы алмасаң, саған лағнат айтады дейді. Міне сол күнің солған, саған сондай әрекет жасайды дейді. Сол үшін әрбір күнімізге
қатты мән беруіміз керек. Одан кейін мынау уақыттың алдында тағы бір міндетіміз, ең соңғы бір не, уақыттың Алла тағала біздерге мынау рухани амалдарымыз бар, сол секілді тәндік амалдарымыз бар. Яғни адамдардың амалдарын түрлендіріп отыруымыз керек. Мысалы, сіз ілім алдыңыз ба, ол сіздің рухани азығыңыз. Ілім алғаннан кейін жанұямен бір уақыт бөлсеңіз, жақын туыстарға бір уақыт бөлсеңіз, сол секілді бір барып қонаққа барсаңыз, жанұяңызбен бір серуендесеңіз, яғни адамның өмірін осындай бір әртүрлі кезеңдермен алмастырып отырған кезде ғана өмірдің мәні ашылады. Сол үшін құрметті бауырлар, өмірдің мәнін түсінейік. Яғни өмірдің мәнін түсінген кезде ғана біз шынайы уақыттың қадірлей бастаймыз. Мұндай бір керемет бір сөз бар. Сенің адамның уақыты 3 күн дейді. Кешегі өткен күнің кетті дейді. Оған сен ештеңе істей алмайсың дейді. Болашақ беймәлім дейді. Ал бүгін болса дейді, сен бүгіннен бастап амал жаса дейді. Яғни бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма дейді. Сол үшін уақытымызды қадірлейік, уақытымыздың әр кезеңіне мән берейік. Ертең уақыт жайында сұралған кезде Алланың алдында уақыттың ысырапшылдар қатарынан болмауға тырысайық иншалла.